Мен Санжар Жандосов атындағы кәсіп техникалық колледжінің 3-ші курс 281-ші топ студенті Қажыбаева Асимай кәсіби өндірістік практика кезінде бізге берілген тақырып бисквитті қамыр. Ең алдымен мен үйден технологиялық карта жасадым. Бізге бұл жерде не керектігі жазылған. Бізге бұл жерде 120 грамм ұн, 1 шай қасық қопсытқыш, 5 жұмыртқа, 140 грамм қант, бізге 2 ыдыс керек болады. Өйткені мен бисквитті қамырды жұмыртқаның ағы мен сарысын ажырата отырып жасаймын. Және миксер пісіретін формамыз қажет. Бисквитті жасау үшін біздің ыдыстарымыз міндетті түрде құрғақ болу қажет. Ешқандай ылғалдылық болмау керек. Ең алдымен біз жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Бұл жерде жұмыртқаның сарысы ағына араласпауы қажет. Біз жұмыртқамыздың ағы мен сарысын ажыратып алдық. Енді қантты саламыз. Қантты біз бұл жерде 2-ге бөліп саламыз. Жартысын жұмыртқаның сарысына, жартысын жұмыртқаның ағына. Қазір салмаймыз, оны араластырып жатқан кезде саламыз. Жұмыртқамызға қант салып біткеннен кейін ұн мен қопсытқышымызды араластырып аламыз. Біз жұмыртқамызды көтеріп болғанша болып тұра береді. Жұмыртқамыздың ағын миксермен миксерлейміз. Араластырып жатқан кезде ақырындап қант салып отырамыз. Қантты ақырындап салып отырамыз.